Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен балалардың үлкендердің сүйікті асына айналатын дәмді әрі ең бастысы пайдалы бауыр котлетінің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл котлетті дайындау үшін бізге бауыр, ұн, картоп, сәбіз, жуа, сарымсақ, жұмыртқа, сүт және тұз бен бұрыш керек. Ең алдымен бауырдың сыртын жуып, тазалап, сыртындағы қапталып тұрған пленкасын алып, видеодағыдай бөліктерге бөліп кесіп алдым. Құрамына кіретін картоп, сәбіз, жуа, сарымсақ барлығында бөліктерге бөліп алдым. Себебі қазір бұның барлығын ет тартқыштан өткізетін боламыз. Ет тартқыштан өткізіп дайындап алғаннан кейін үстіне жұмыртқаны саламыз және дәміне қарай тұз бен бұрышты саламыз. Оның үстінен ұнымызды саламыз. Және де қалауыңызға қарай сүт құйсаңыз болады. Егер де котлет қалың, массалы болып піссін десеңіз, онда сүт құюдың қажеті жоқ. Жаңағы ингредиенттердің өзімен пісіре бересіз. Ал бұл жерде мен өз қалауыма байланысты котлеттің жұқа, кішкентай болып, баланың жеуіне ыңғайлы болып пісу үшін аздаған сүт құйып, сұйықтау масса қылып жасадым. Массамыз әбден дайын болғаннан кейін қызып тұрған табаға үлкен қасықпен бір қасық құйып, екі жағын 5 минуттан қызартып алдым. Міне біздің котлеттер дайын болды. Ішінің барлығы піскен, өте дәмді болды. Жанына қаймақтан соус жасап ұсындым. Егер сіз қаласаңыз, жанына гарнир жасап, полива жасап, басқа да соустармен ұсынуыңызға болады.